Қалайсың Бек? Көк. Ассалаумағалейкум. Бөлгінсің. Қалайсыңдар? Жақсы. Ренжімеші. Жұмыста. Уақытым болмай қалып, жаңақта проблемалар шығып шама. Сен ашқан бизнесіңнің атын проблема деп қойсай, проблемаларың қаптап кетті ғой сені. Оны өзің кәсіппен айналыссаң түсінесің. Или сені жұмысқа алайын ба? Қой, Құдай сақтасын. Одан да неге шақырдың, соны айтшы. Мәселе былай. Папа келетін дейді. Үй сатып жіберіпті ауылда. Иә, ана менің кредитімді жабу үшін сатып жіберіпті. Біз неге тұруға келатыр екен? Саған көмектесті, үйіңе алып кет өзің. Ой, жоқ. Сенің үйіңе келе жатыр Серік. Сен барып әдемілеп күтіп ал. Берік. Уақытым жоқ, мен үйде қарайтын адам жоқ оны. Жеңгең болса Анталияға кетті, білесің. Балдырғаннан няня жалдайын деп отырмын осы тұрғанда. Менің де әйелім ойша біраз жерге барып келді. Оның үстіне үйім 3-ақ бөлмелі ғой. Қай жеріне жатқызам мен оны? Оны бірдеңе қыласың өзің. Кешке папаны алып барамын, все. Осындай нәрселеріңді қойыңдаршы, айтты ма, істесеңдерші болды. Жарайды. Мен балаларды курстан алуым керек, соған асығып тұрмын. Кешке папаны алып барамын саған қарай. Хабарласам. Бір шаруаны бітіре алмайды. Неменеге жатқаным? Ертең тендерге дайындалып жатырмын. 3 күннен кейін қаншама жұмысым бар. Балалар, қалайсыңдар? Курстарың қалай болып жатыр? Иә, бүгін вокалдан сабақ өттік. Ал біз жаңа күй тартып үйреніп жатырмыз. Жақында концерт болады. Келесіздер ғой? Бізде де болады. Фортепианодан өнер көрсетем. Оған да келіңіздер. Екеуінің концерттерін бір күнде болса бара алмай қалмаймыз ба? Жоқ, уайымдамаңдар. Біреуіне мамаң, біреуіне мен барам. Сіздер бөлініп бармай, бір жерге екеуіңіз барсаңыздар болмай ма? Әбілмансұрға қатты керек деп ойламайм. Ой, кетші. Пап, сіз бүгін парк аралап қайтамыз деген едіңіз ғой? Айтпақшы балалар. Бүгін паркке бара алмаймыз. Үйге қонақ келейін деп жатыр. Мама біле ма қонақ келейін деп жатқанын? Жоқ, оны неге сұрадың? Мамадан рұқсат сұрадыңыз ба, жоқ па? Балалар, үйде отағасы мен ғой. Барлығын мен шешем. Пап, кім келейін деп жатыр? Оны барғасын көресіңдер. Тым болмаса шет жағасын айтпайсыз ба? Барғасын көресіңдер дедім ғой. Жақсы, президент келейін деп жатқан жоқ қой. Мама жаңа үйрендім. Қарным ашып кетті, тамақ ішейікші. Қазір балам. Барыңдар, киімдеріңді ауыстырыңдаршы. Давай, бар қойыңдар, тез. Жанна, қазір кешкі үйге әкем келеді. Неге? Астынан су шықты ма не? Өзің білесің ғой, мына үйді алар алдын ауылдағы қара шаңырақ салуға тікті емес пе? Серік ағаның үйіне барсын. 3 бөлмені қай жеріне жатқызасың? Серіктің әйелі Анталияда жүр. Шамалы болсын, келіндік қызметіңді атқаршы. Жүрейін сол енді, орамал тағып. Жанна, тамағыңды дайында. Қазір үлгермей қаласың. Ауылдан менің әкем келейін деп отыр, ал сенің айтып отырғаның мынау. Тыныштық бермедің ғой. Ата, бізді көп күтіп қалған жоқсыз ба? Жоқ, қарағым. 1 сағат болды шыққаным. Осы жерде отырым. Сендер келіп қалама деп. Төгес деген приложение бар ғой. Картадан біздің қай жерде екенімізді көрсетіп тұрады. Ой, ата, мына екеуін көп тыңдай бермеңізші. Телефон қызығына қалай кіріп кеткеніңізді білмей қаласың. Жарайды. Уағалейкумассалам. Ай балам. Жақсы, амансың ба? Беріп балам қалай? Телефонны звондасам көтермейді. Жақсы, не бола қояр дейсіз. Қазір соны үй жағын алып барам. Ой, пап, неге барамыз? Бірден неге бара салуға болмай ма? Сол ғой, үйде PS бар, жынды ойын жаздалды. Ай, қарақтарым, ауылға барсаңдар, мына телефонның ешқандай керегі болмас еді. Рахаттан тұрып ойнайтын едіңдер. Ой, ата, ауыл деген іш пыстыратын жер ғой. Ешқандай даму жоқ, демалатын жер жоқ, тіпті мегада жоқ. Не істет ұстамайды. Әй, қарағым. Мықты туғаным, бәрі ауылдан шыққан. Әрине балам, барлығы ауылдан шыққан. Әй, сол қара шаңырақты сатпау керек еді. Жақсы папа, жүрейік. Жүр. Беріп үй жағына барайық. Кет, былай қар.
Не сау болғансыз? Ауыр ғой соңғыңыз, папа. Бүкіл затыңыз сау болдыңыз ба? Жүріңдер болдыр. Кірем. Ай, бақытты болыңдар. О, қош келдіңіздер, пап. Қалай жеттіңіздер? Жақсы, жақсы шүкір. Қалайсыңдар өздері? Бақытты болыңдар. Кім? Жанна, Нана, ана бөлмеге апарып қойшы. Ойбай ата, мәңгі тұратын адам құсап бүкіл затыңызды алып қойыпсыз ғой. Ау, енді қарағым, мәңгі тұрмасақ та мәңгі тұратындай болып жүрейік дегенім ғой. Жанна, барып шайыңды қой. Пап, кіріңіздер, төрлетіңіздер. Жақсы, жеріңдер. Заттар тұра берсін. Иә, кез, алады Жанна. Балдар нақты тұрсыңдар, ол сендер шүр. Басқа келдіңдер ме? Өз үйлерінде көріп, еркін жүре беріңдер. Ей, Әбілмансұр, бұлай айтпасайшы, өз үйіміз деп сатып жүрмесін. Сатпаймыз, өзіміздің 2 этажды үйіміз бар. Вау, күшті. Біз білмейтін едік. Бұндай дейсіз, что сарказм дейді ардана. Типа әзді. Түсіндім оны. Папа, мен жұмыста жүрмін. Түсінесіз ғой, енді келіңіз, Анталияға кеттім. Біздің де жағдайыңыз болмайды сіздің. Кішкене жанына келіңіздің қолында тұра тұрыңыз. Келіңіз, келгеннен кейін Құдай қаласа. Өзім келіп алып кетемін. Жарайды қарағым. Басқа қаяққа барып тұрайын. Ренжімейсіз ғой. Жоқ, Иә, бізде Анталияны түсімізде көріп кетпесек жарар еді. Балам апарат, иә? Әбілмансұр? Тек Анталия, мамам, тағы да басқа мемлекеттер бар ғой. Дубай, Париж, Италия. О, онда бірінші Өскеменге барайық. Ол жақта керемет табиғат бар. Алтай таулары, орман, сосын Бурабайға. Сосын Алматыдағы Шарт шатқалы мен Қайындыны көруге болады. Шетелде сен не айтып кеттің? Біздің елдің шетелден қай жері кем? Асып түспесе кем болмайды. Жарайсың балам. Өз елімізді өзіміз мақтамасақ, кім мақтасын, Жарайсыңдар. Санжар, Әбілмансұр, одан да игрочекқа барып ойнамадық па? Оған ақша қайдан болсын? Келсейші одан доп тебейік. Қазір сәл күтсек, басқа да олар шу керек. Сосын поляға барып ойнаймыз. Қойшы, қазір үстін барлық теріс асып еді. Айтпақшы, үйлерінде PlayStation жоқ па? Жоқ, ойнап та көрмедік. Біздікі сол, далада доп тебеміз, сосын телефон ойнаймыз. Қалған уақыттың бәрінде курста боламыз ғой. Маған папа алдың күні PlayStation алып берді. Бос уақытында соны ойнаймын ғой. Жантөре, бүгін сенімен бірге барсақ бола ма? Сендер атаң қасында болсаңдаршы, ертең өзім-ақ келем ғой. Сені қимай тұрған жоқпыз, жай PlayStation көргіміз келіп тұр. Доп тебесің бе? Жоқ, сендер ойнай беріңдерші, мен жақта отырып сендерді қарап отырамын ғой. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Мам, бәріміз осы жерге жатамыз ба? Иә, аталарың кеткенше осы жерде жатасыңдар. Енді 2 бала атының қасында жатсын да. Мен жатпаймын, ата қорылдан кезде ұйықтау мүмкін емес. Я, ерте тұрып тыныштық бермейді. Ой, бір өзі қорылдамайды адам сияқты. Болды. Барлықтарын осы жерге жатасыңдар. Көп сөйлемей ұйықтаңдар. Аяна сен жаққа көріп кетіп қалды ғой көрпе. Қоя берші, күн жылы ғой, жаурамайсың. Қойшы, мен де көрпе жамылып жатпасам ұйықтай алмаймын. Осы уақытқа дейін көрпені түйіп ұйықтап, енді ұйықтай алмайсың ба? Енді ұйықтағанша жамылайын да. Екеуің тыныш жатасыңдар ма жоқ па? Тым болмаса бізге ұйқы берсеңдерші. Екеуің бір көрпеден алып алғансың, ал бізге бірақ көрпе берілген. Менің көрпемді ала салшы. Әбілмансұр, сен түсіндіре салшы. Қайсыңдар балдар? Пап. Ау балам. Мама қашан келетін болды? Келешекте келу керек. Сағындар ма? Я, мама жоқ болса үйдің іші қаңырап қалады екен, ішім пысып кетті. Бүгін кешкі асты тағы да заказбен алдырамыз ба? Мен тамақ істеген жоқпын. Давай заказ бере салайық, а? Не жейсіңдер? Мен ештеңе жемеймін, қарным тоқ.
Мен бургер жеймін, сосын пепси ішемін. Онда маған бір ыстық тамақ заказ бере салыңыз. Кызым Айша Биба. Бургер жемей ақ қойшы, ыстық тамақ жейсің сен де. Зиян ғой. Ту, пап. Ертең атаңдікіне барамыз. Сол жақта ыстық тамақ жейміз. Ой, тағы барамыз ба? Онда бұл сол жақта қала салу керек еді ғой. Бүгін кеш болып кетті ғой. Ол жақта сыймайсыңдар, үйлер кішкентай 3 ақ бөлмелі. Ой, пап. Я де салсай, ертең жұмыстан қол босамайды, сол кезде ақ ұмытып кетеді. Бармаймыз ба сонда? Жоқтан не істейміз бұл жақта? Папа да қызың осы. Соны айтам. Ардана, Ау. маған басқа тағатын ішке жасап берші. Ой, қазір шаршап тұрмын. Бұрын менімен көп уақыт өткізетін еді. Айша Биба, бол енді ренжімеші, бар алып кел істеп беремін. Рас па? Я, бар алып кел. Қазір алып келемін. Не? Саған қандай очки керек? Маған басқа тағатын іші керек. Жақсы. Құлтауы ма? Я, құлтауы. Хай, кім бар мұнда? Қазір, ата. Болдыр, ей. Не істеп жүрсіңдер? Су ақпай қалсын, күтіп қалдық. Бала деген тез-тез жайынып шықпай ма екен, а? Пап, өтінем кіріп шығайыншы. Жұмысқа асығып бара жатырмын, машина келіп тұр. Жарайды, кірші. Мынаны қайсысыңа істеген? Киімнің. Сарымжан, әбіл Мансұр. Сен де бір не болса соған орнап та жүреді екенсің. Туй, әке қойш. Бергендер. Көрдің ба? Атам анағана дәрсің ішті ғой. Ата оны үнемі өзімен бірге алып жүреді. Соны ауыстырып жібереміз ба? Кеттік. Неге келіп едің? Осы бір дәріні ішпесек қойса болмас па екен, а? Не істеп тұрсың? Өт деймін саған. Ата не істеп жатыр өзі? Ойнап тұр ма? Бізді қарап тұрғанымызды көріп қойған шығар. Ана дәріден болған сияқты. Есік таппай жүр ма? Солай деймін, ана айнадағы атаны өткізіп жіберіп, сосын атаны кіргізіп жіберейік. Қоят болар. Айнадан өткізгеніміз ба? Қыздар, сенде не істеп тұрсыңдар? Атаны қарап тұрмыз. Қарап көресіз ба? Ол кісіге не болды? Өтпесең өзім өтем. Алжиын деген ба? Жарайды, мен шай қояйын. Адам қом десе демде дейді. Мам, шүлдедім су бар ма? Бар ғой қызым, бар. Құйып ішші. Біреудің үйінде жүргенде су сұраған несі? Одан ішпе. Жай ма? Ол атандікі. Басқа ыдыспен іш. Біздің үйде бокал біреудікі де бөлінетін болған ба не? Алдында карантин болды ғой, сол біздің үйге енді келген ғой. Қыздар көп сөйлемеңдерші. Қарт адам кім біліпті не барын. Басқа ыдыспен ішіңдер болды. Жарайды, мам, басқасын ала саламыз. Қайқан сапет тама жеп, қайта әрекеге тама салатыныңызды бұдан кейін сұраймыз ба? Я, сұрайсың. Өзім салып берем, болды. Барыңдаршы бар. Осы күйді жақсылап үйрену ол керек. Айтып жүрген жыл болды ғой, одан да мен ән айтуыма кедергі жасама. Хей, менде фотопия тартайын онда. Не бәрін жасып.
шулап кетпеңдерші осы. Ай, шуламаңдар шей. Неге ата, не болды? Осылай шулай беретін болсаңдар, сендер де домға өткізіп жіберем. Ой, ата, сіз де қатырасыз. Мен сендермен ойнап отырған жоқпын. Айтпады демеңдер. Ата, бізге оны мама жиі айтады, бұл қазір өтпейді. Оның үстіне ата шулай берсе, қарттарын өткізіп жібереміз деп айтқан. Сондықтан қазіргі жағдайымыз бірдей. Санжарка, қатты есе таяқ жейсің. Сен маған қатты лақтырасың да, маған болмай ма не? Жоқ, болмайды, мен үлкенмін. Енді кім-кімнен үлкен деп санасып тұрамыз да, ұтылдың ба жігітше мойнында. Ой, қойш, лақтырш. Ей, байқасаңдар шей. Ойбай, ата, кешіріңіз. Адамда осылай ойнайым екен, а? Бастарың ауырмады ма өздеріңнің? Жоқ, ауырмайды, есқа жеріңізді ауыртып алған жоқсыз ба? Жақсы қарағым, жақсы. Одан да анау біліммен неге айналыспайсыңдар, а? Ата, өмір бақи білім болып жатса, өмірде не қызық қалады? Қарағым, оның да рас екен. Бірақ та адам өз басын қадірлеу керек. Адамда ең маңызды нәрсе ол жүрек пен ми. Қалай сонда ми көбірек емес па? Қарағым, кейде жүректің де сөзі орынды болады. Абай айтады, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурете де ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен одан да алып шығар, біліммен еңбегі екі жақтап дейді. О, енді абай ғой. Оу, қарағым, оу, абай бала болмады деймісің. Енді мен басында көрмей қалдым, сол үшін саналмайды. Саналады. Саналмайды. Саналады ғой, ә? Саналады ғой деймін. Санаса берме, ішінер тамақтарыңды. Сөйлеп ішпесеңдер болмай ма? Ой, болды. Шуламай тыныш отырыңдаршы. Ішіндер шайларыңды. Ай, бітпеш келінжан. Ештеңе етпейді ата. Абайламайсыз ба ата? Ешқа жеріңіз күйіп қалған жоқ па, ата? Жоқ, қарағым, бәрі дұрыс. Ештеңе етпейді. Өздерің отырып іше беріңдер. Алло? Я абыстай, қалайсыз? Қалай демалып жатсыз? Біз ба? Біз жақсы. Балалар аман, я. Ата ма? Ата үйде ғой. Не болады дейсіз? Сол жаңа бір ыдысты сындырып ала жаздап, сол енді отырмыз. Я. Не айтып отырсың сен? Абысынтай, мен сізге кейін хабарласайын, я? Жақсы. Кімге не жамандап отырсың? Мен жамандаған жоқпын, тек қана шындықты ғана айттым. Кімге не айтқаныңды білмеймін ше, бірақ екінші кәрі аузыңа абайлап сөйле. Біле білсең, ол менің әкем. Әкем болса өзің бақ, өзің жұмысқа кетесің. Мен болсам отырам осыларды бағып. Жұмыстан келесінде ұйқыңды қандырып жатасың. Сен бар ғой, міндетсінейін деген екенсің. Осы сендер үшін, сендер аш қалмасын, сендер тоқ жүрсін деп, күндіз-түні жұмыс істеп жүрген жоқпын ба? Ол жұмысты мен де жасай аламын. Сен әкемді бағып отырмын қазір. Жақ дедім баузың саған, Балалардың көзінше бұл не қылығың, а? Әке, не ғой ян? Жоқ, балам. Мен келінге ренжімеймін. Оныкі де дұрыс. Мен Серікжанға звондайын. Мен алып кетсін. Ата, сіз біздің үйден кетесіз ба? Иә, қарағым. Әлі. Серікжан, амансыңдар ма? Иә, аманбыз. Әке. Мені келіп алып кете қойшы, айналайын. Немерелерді сағындым. Келіп мен алып кете қойшы, айналайын. Жақсы. Әке, қалсаңшы. Жоқ, қарағым. Сен де тыныш болыңдаршы. Осы, папа, келіп жүрген үйіңіз ғой? Иә, бой ауыстырғансыңдар ма? Иә, биыл өзімше ауыстырғам ғой, бірақ Динаға ұнамай қалды.
саламатсыз ба ата? Бақытты бол балам. Атамен қалай амансыз? Енді? Амансыз ба ата? Қал жағдайыңыз қалай? Бар бол қарағым. Ой, ата, осы тілегіңізді айтатыныңызды білсем, бағана келіп амандасар едім ғой. Жемем бала. Папа жүріңіз. Hadi. Жоғары көтерілейік. Қарақтарым, мына екінші қабаттарың маған қиындау екен. Иә, папа енді. Папа, қалаған бөлмеңізге жата беріңіз. Шарайт жақсы балам. Бірақ ата, ана бөлме менікі оған болмайды. Ал мына бөлме менікі, оған да болмайды. Жалпы негізі бос емес бөлмелерге болмайды ғой. Қалған папаның комменті, сосын мама мен папаның бөлмесі. Балдар, өсеңдірші болды. Ұят емес пе? Папа, балдар ойнап отқан ғой. Папа, мен жұмыстарыммен шығуым керек. Сіз балдармен жайлап жайғаса бересіз. Жақсы шарайт қарағым, жолыңнан қалма. Ал балалар, сендер астыға түсе беріңдер. Мен де қазір жайғасып алайын, сосын арттарыңда мен де түсем. Жақсы ата. Барақ. Балалар, мұнда отырсыңдар ма? Балалар, мен сендерге бір жақсы ертек айтып берсем қалай қарайсыңдар? Ой ата, керек емес. Ондай тыңдағымыз келсе подкаст көре саламыз ғой. Иә ата, мен ондай тыңдайтын жасынан өтіп кеткенмін. Алла ден бере көр. Қыздарым, мұндағыларың не үйт соншама шашқандарың? Қазір ата, күте тұрышы. Қазір емес, жинаңдар тезетіп, әкелерің келсе, сөйлейді ғой. Ата, ертең клиник келіп жинап кетеді, тастаңызшы, несіне уайымдайсыз? Кім дейді? Клиник, ой, жинайтын компания. Ондайды естімеппін. Қазір адамдар жағдайына тиім заттар көп қой, ата. Сонда сендер демалыстарыңда не істейсіңдер? Ардан әпке қазақ шекелер жасайды. Барлығы өте әдемі. Шын ба? Ой, онда қатты емес. Папа ермей қылып босқа не істейсің дейді, ұнамайды оған. Пөкекет. Қане, алып кешкен, мен қарай. Шын ба? Кәне әкел. Қазір мен әкелеріңе звонда жіберейін. Ау, папа. Балам, қалайсың? Үйге қашан келесің? Кеш болды ғой. Папа, мен бүгін келе алмаймын. Жолдас балдармен жұмыс жөнінде отырып соған тамақ жасау. Үйге келе ма деп едім ғой. Бірге ас ішеміз ба деп едім. Папа, сөзсек үшін ақтаған келіп келді, шаруасымен жүр. Сіз қалай айтасаңыз, өзіңіз бере қояды. Айтам ғой. Бірақ бірге ішкен астың берекесі бар дегендей. Келгенің жақсы болатын еді. Жарайды, жақсы. Не болды? Тағы да заказ бере салыңдар дей ма? Міне ата. Қарағым. Ой, мұнам қандай керемет, та? Папа тағы да келмеймін дейді. Заказ бере салыңдар дейді. Өмір осы ғой. Онда өздері заказ беріп жей салыңдар, мен аш емеспін. Онда пицца заказ бере салайық. Мен қазір Жантөре ағадан сұрап келем. Балалар, сендерге айтам. Мыналар тыңдамайды ғой. Әкеліңдер кәне. Ата, не істеп жатырсыз? Ата, беріңші, аны өлтіреді қазір. Өлтіреді? Мұнан сендер қазір тоқтатпасаңдар, бұл сендерді өлтіреді. Ой ата, қазір барлығы телефонда отырады ғой. Отырса отыра берсін, сендер отырмайсыңдар. Қалайсыңдар? Мына үйдің жағдайы күшті ғой. Айтпа, жиі қонаққа шақырып тұрсаңдаршы. Неге келдіңдер? Сендер вообще кім шақырды? Бізді ата шақырды. Ата шақырса келе бересіңдер ма не? Не осы сендер үнемі бізді жақтырмайсыңдар? Не істедік біз сендерге? Адам бауырын көрсе қуанатын, енді мыналар бізді көрсе ит көргендей болады.
Вообще-то олай емес. Просто келетін кезде ескерту керек. Саған айтты ғой ата шақырды деп. Болды қойыңдаршы, не бірдеңе болса қырылып, сәл ескертпейсіздер ма келетін кезде? Не болып жатыр? Мыналар үйге неге шақырасыз, ата? Бұлар сендерді ойнасын деп шақырдым. Ата, біздер ойнаймыз ғой, мыналар ғой. Не айтқың келіп тұр? Сендер адам жақтыру білмейсіңдер, соны айтып тұр. Қойыңдар болды. Сендер бір-бірлерің бауыр екендерін білесіңдер ме? Бір-бірлерін қиналғанда көмектесулерің керек, бір-бірлерін сыйлауларың керек. Ертең өскенде бір-бірлеріңе араласатын осы сендер ғой осы. Ата, біз араласу үшін алдымен папаларымыз араласу керек. Ал балаларына уақыт бөле алмай жүрген әкенің балалары басқамен араласады деп ойламаймын. Қой, ойналарың келмесе біз қайтайық онда. Жүріңдер. Ата, телефонды бересіз ба? Жоқ. Телефон болмаған соң кітап оқиын дедіңдер ме? Жоқ, жай әжетханада бумага бітіп қалды. Сол папа кіріп кеткен, очередь күтіп жүрміз. Мынадай кітап бар екен. Бірінші рет көргенім ғой. Сендер мынадай кітапты әжетханаға қалай қиып жатсыңдар, бұл киелі зат қой. Ой, ата, құран емес қой, келі дейтіндей. Қарағым, кітаптың барлығы киелі. Оның ішінде сендер алатын қаншама білім бар. Адамды танығың келсе, үйіндегі кітабына қарады екен. Сендердің бұларың ұят болды ғой. Ой, ата, кітапты жыртпаймын, жай өтірік айттық. Пап, кіруге бола ма? Қызым, қазір қолым бос емес, кейін келші. Айтыршы. Пап, ана ата бар ғой, вообще нервім тиіп бітті. Не болды? Мен PlayStation алып тығып қойыпты. Менің де ноутымды алып алды, телефонымды бердім ғой, ноутымды не істейін деп жатыр өзі. Балдар, қазір қолым бос емес, кейін келіңдерші. Айтыңызшы, берсін өзіңізге. Балдар, сендер телефонға кіріп кеткенсіңдер. Дұрыс тартып алғаны. Тыңдаңдар аталарыңды. Пап, жазмай не істеймін енді? Мыналардың бетіне қарап отырам ба? Мен де телефонсыз ішім пісті. Ата, үлкен кісі, дұрыс айтады. Айтқан тыңдаңдар, қарсы шықпаңдар. Бірақ пап, Айттым, болды. біз сізбен бірге де ойнағымыз келіп еді. Егер телефон тартып алатын болсаңыздар, нормально етіп көңіл бөлмейсіз. Өмір осы ғой, бүйтпе, сөйтпе деп. Баланы сүйген келсе, өзіңді түзетейік. Үлгі болады әке болсаңызшы онда. Не дейді? Ештеңе баяғыда мән бермей жүре берсеңізші. Болды ма? Иә, ісіңізге сәттілік онда. Ой, неге? Балам, не істеп жатсың? Мына жақта бір күшікті көрдім, соған үйшік жасын десем, мынаны білмей жатырмын. Кел оны, мен саған көмектесейін. Әкел, бәрекел. Мынаны көтер. Әкел, енді ана тақтайдың үстіне қой. Балам, бірдеңе жасау үшін алды бұрын 4 қабырғасын өлшеп пішіп алу керек. Қане, қақ. Мына жерін бе? Иә. Енді бір жағын қақ. Мынау адамдардың әлсіздерге көмектесу әрқашанда міндеті. Ой, жай ғана күшік қой ол. Күшік болсын, мысық болсын, бәрі ол тірі жан ғой ол. Сенің тек қана жүрегіңде кіттай ғана мейірім болу керек, балам. Қане? Ата, Ау? біздің папа осылай жасатын беді? Балам, сенің әкең керемет бала болатын. Ол деген ауылдың бүкіл серін танитын балдардың бәрін. Қыс түгіні көшеде келатқан малды көрсе, үстіндегі киімін шешіп беретін, тоңып ауырып қалмасын деп. Сондай мейірімді бала болатын. Көрдің бе, қазір соны жасап жүр қазір. Кәне, дұрыстап қақына. Бәрекелді. Ұр қаттырақ. Сен не тамақ ішпегенсің? Ұр. Бәрекелді. Şönder. Қабая. Мына құжаттарымды алып кет. Не болды мынаған? Кешірші балам. Байқамай қалдым. Не істеймін, Енді,
пәде естіген жоқпын ғой балам. Папа, білесің ба мынаның қаншалықты қажет екен мына қағаздардың маған? Пап, не болды? Барыңдаршы ана жаққа. Балаларға айқайлама. Олардың ешқандай кінәсі жоқ қой. Папа, мен мына қағаздарды 3 күнде жасап үлгермеймін. 3 күнде жасап үлгермеймін мынаны. Мен мынау деген тендерім заттары ғой мен деген. Қаншама шығын келеді мынаған. Пап, ашуланбаңызшы. Нағып тұрсыңдар сендер, кетіңдерші. Балам, айқайлама деймін балаларға. Мен алмағаны үшін осылардан алайын. Қойшы болды, папа. Ендеше мен апарып тастан қарттар үйіне. Олай айтпашы, папа. Мен саған не айттым? Апарып таста деймін. Дұрыс болған екен. Ол кісіге ол жақта серік те бар, қарайтын адам да бар. Қайдағын айтпай отыршы. Шайымыз ішейік. Не сонша машаланасың? Мен ба не өткізген? Мам, не болды? Ештеңе болған жоқ, балалар. Шайларыңды ішіп болсаңдар, ана жаққа барыңдар. Қалай ештеңе? Түрлеріңіз айтып тұр ғой, бірнеше болды деп. Нелерің бар сендердің? Аталарыңды қарттар үйіне апарыпты. Болды. Не? Қалай? Не үшін? Серік ағаларын сыйдырмапты. Саған аузың жап дедім ғой. Серік емес, сен сыйдырмай қойған осы үйге. Мен не істеппін? Мам, пап, атаны қайда жібердіңіздер? Қарттар үйінес, атамның үйі жоқ па? Болды, барыңдаршы бар. Қалай ғана дәттеріңіз барады? Жоқ. Біз негізі ондай қатты қалмадық. Бірақ сонда да атаны ол жаққа жіберу керек деген сөз емес қой. Біз атаны менсінбей қарадық қой. Бізге өкпесі бар шығар. Біз атаны ренжіттік, кешірімді сұрамадық. Ата бізге қатты ренжіген шығар. Бізден бұрын өз балаларынан көңілі қалған шығар. Қанша жыл еңбектеніп бақты, қақты, ал өскенде керек болмай қалды. Неге біздің папа олай жасады? Өз әкесі емес пе? Мама мен папа сондай шешім шығаратын болса, біз де өз шешімімізді айтайық. Я, біздің ата үйге қайта оралуы керек. Пап, біз атаны үйге қайта келген қалаймыз. Тағы да бастадыңдар ма? Мәселе бізді тыңдамағанымызда. Атаны үйге айтарыңыз, біз өз атамызды қайта үйге келген қалаймыз. Балалар, сендер аталарыңның үстінен арыз айттыңдар емес пе? Ата өйтет, ата бүйтет, ата бөлмемізді тартып алды деген. Біз атаны олай сатып кетесіздер деп ойлаған жоқпыз ғой. Балалар, түсініңдерші, сендердің аталарыңды ешкім сатқан жоқ. Ал ата сіз үшін өмірін сатты, қанша жыл тұрған үйін сатты, малын сатты. Сонда сіздің рахметіңіз осы ма? Біздің осы үйде тұрғанымыз сол кісінің арқасында біздің кішкентай деп ойлайсыз ғой, бірақ біз бәрін естиміз, көреміз. Ата сіздер сонша жыл бағып, малын сатып осылай болады деп ойламаған шығар. Біздің сізден көңіліміз қалды ғой, әке, үлгі тұтып жүрміз ғой. Егер атаға келмесеңіздер, бұдан кейін бізге де сөйлемей ақ қойыңыздар. Кеттік. Шай ішпепсіз ғой, пап? Тәбетім жоқ. Арыңыз мазалап жатыр ма? Айша, етіп кеттің? Білмеймін. Кинода солай айтады ғой. Пап, білесіз бе, ата үнемі бізге сізді мақтайтын. Иә, менің балам шыбын түгіл, құмырсқаға қайнат жасамайды. Бәріне мейірімділікпен қарайтын дейді. Сол мейірімділігіңіз өз әкеңізге жетпей қалды ма? Мен атаның арқасында сізге дегенде еншісінде жеңбедім. Сізді біз үшін жұмыс жасайды, балаларым деп жүр деген соң, мен сізді түсінуге тырысып едім. Тіпті мен сізге бірге уақыт өткізу үшін еркелеген жоқпын, әке. Сіздің әкеңізде, сіздер де өмір сүргенде ертең біз ой жасамасымызға кім кепіл? Балалар, бұл не дегендерің? Біз сізді жақсы көреміз, пап. Сіздің де атаны жақсы көретініңізді білеміз. Біздің сөзімізді елемесеңіз, тым болмаса артыңызға қарап өміріңізші. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Ал, аға, не дейсіз? Аға деп қалыпсың. Әкеміздің алдына қалай барарымды білмей отырмын. Мен де ойланып отырмын. Сені қоя берші. Кенжесің ғой енді. Тұла бойым тұңғышым деп. Білесің бе, мен оқуға түскен кезде. Шырпыр болып жүгіріп ана қорада жалғыз сиырын сатып еді ғой.
Ақша, дүние мүлік деп адамды таншордай болдық біз. Әкем менің үйімде тұрады. Папа біздің үйде тұрады. Үй кең, жайлы. Жоқ, балалар мен әкеледі деп күтіп отыр. Оның үстіне салт бойынша кенжесінің қолында болу керек. 3 бөлменің қай жағына сыйғызайын деп отырсың сен? Түсінші айтқанды. Қалады мен қолымда. Сағынып баратсаң келесің, жақын ғой мына жерде. Әкем бізді кешіреді деп ойлайсың ба? Ата-ана үшін баласының әрбір ісі кешірімді ғой. Мен папаға сенемін. Кешіреді деп үміттімін. Жүр алып берейік папа. Жүр. Ал, жүре ғой. Ата, бізді ең маштау, ең қиынында тұр. Қазір көреміз. Ал, артында болам. Қазір жантөрені ұтып алайын, сосын сеніме ойнайын. Ата, жантөрені ұта алмайсыз-ау? мына жерді қашан аралаймыз? Келіп тұрып арыламай кеткен бір түрлі ғой. Ай балам, сәңа айттым ғой, қазір әкелерің келсін, барлығымыз бірге аралайтын боламыз. Я, оларды сонша кешігіп. Ата, сіз неге бармайын деп жатырсыз? Папа, заттарыңыз бәрі дайындап қойдым. Ештеңе қалмады ма? Жоқ, қарағым, бойымдама. Ештеңе қалған жоқ. Балам, сен мына балаларды алып жүре бер. Мен аз ғана отыра тұрайын. Балдар, кәне жүре қойыңдар. Бара қойын. Ес, аралайтын болдық па? Папа ақыры уақыт тапты-ау. Шахматшы әлі бітірген жоқпыз ғой? Кейін ойнайсыңдар, жүріңдер. Рас па? Онда мен жеңдім ғой, ата. Жарайды. Сен жеңдің. Папа, жүрсеңізші енді. 4-5 күн болам деп бауыр басып қалдыңыз ба? Жүріңізші, папа-ау. Жоқ, қарағым. Жақсы жүріңдер. Жаным папа, жақсы көремін ғой сен. Кешіріңізші бізді. Анам болмағасында сіздің қадіріңізге жете алмадық. Ата, қалайсыз? Біз келдік. Ассалаумағалейкум, пап. Алейкумассалам. Қалайсың балам? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Ата, біздің үйге бара ма? Жоқ, біздің үйіне барады. Сендердің үйлерің тар ғой. Біздің ата біздің үйге барады. Кімнің атасы? Может, біздің етамыз шығар ол? Ата, сіз алып кетпейді деп қорқтыңыз ба? Жоқ, қарағым. Несіне қорқайды? Неге? Мен әкемді тастаған жоқпын ғой. Тәрбие көрген балалар олай жасамайды. Жүріңдер, жүре қойыңдар. Папа, кешіріңізші бізді. Жоқ, жүріңдер. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.